Merhaba arkadaşlar. Bugün biz nusqaулық қалай жасалады, яғни заттарды біз қалай нұсқаймыз, қандай сөздерді қолданамыз, түркішеде соны үйрететін боламын. Мұнда мына указательное местоимение деп қойған. Білмеймін, алдында да айттым ба, айтпадым ба. Бірақ бұл өте керекті, жиі кездесетін сөздердің бірі. Бұны білуіміз қажет. Мұнда біз үш сөзді қарастырамыз. Мұнда көрсетілген міне бұл, шу, және мынада о тұр, о. Яғни бұл, шу, о деген үш түрлі нұсқаулық есімдерін көрсетеміз. Нұсқаймыз, яғни. Мұнда мысалға мысал ретінде мына жоғары келесі бетте мына жерде уже көруге болады. Бұл араба, мысал беріп қойған. Бұл араба. Бұл деген жалпы түрікшеде бұл дегенді білдіреді. Қазақшада да бұл дегеніміз, яғни біз қолымызбен ұстай алатын, бізге жап жақын тұрған заттарды нұсқаған кезде айтамыз, қолданамыз бұл дегенді. Это деп қойған мына жерде орысшасында. Яғни бұл араба, бұл машина, бұл көлік, мысалға бұл қалам. Яғни сіз ұстап тұрсыз, немесе сіз оны оп-оңай ұстай аласыз. Сондай қашықтықта сізге жақын. Шу дегеніміз, шу чанта. Шу дегеніміз, ол сіз сұқ саусағыңызбен ұстай алмайсыз, яғни сізден сәл кішігірім алыстау тұрған заттарды көрсетеміз. Шу gömleği görebilir miyim, например? Şu kalemi gösterebilir misiniz? Şu деп, яғни бүйтіп қолыңызбен көрсетесіз, сұқ саусағыңызбен. Ана затты деген сияқты. Ал о дегеніміз, ол сізден мүлдем алыс, яғни мынау жақта деген сияқты, соны көрсетеді. Яғни мынау дегеніміз бұл болды. Бұл деген, яғни бұл, анау деген шу, арғы жақтағы затты, яғни арғы жақтағы затты. Яғни алыста. Орасы келесіде кездесетін болады сөздердің арасында. Орасы, шурасы, бұрасы деген. Яғни тура түбірі осы сөздерге байланысты алынады. Яғни ол жақта, анау жақта, яғни сенен алыс. Түсінікті деп ойлаймын. Шу деген, мынау сізге жақын, жақсы көріп тұрсыз, нұсқайсыз, яғни ана көйлекті көрсетіңізші, мына көйлекті көрсетіңізші, анау сызшы, мынау сызшы деген кезде, яғни қолдана бересіз. Көбінесе бұл, шу дегендер өте жиі кездеседі. Жақын, бұны қолдана алмаймын. Негізі вообще тіл үйренген кезде не істемеу керек? Қалай қолданам? Тура осы бұны айтуым керек па, шуны айтуым керек па деген сияқты, немесе дис па, зат па деген сияқты ағылшыншада да бар ғой. Соны бүйтіп қатты ұстанбау керек та, қолданып кете бересің. Мысалда шу калемді gösterebilir misiniz деп, шудың орнына бұны да қолдана бересіз. Яғни бірақ анау тұрған, сізден алыс тұрған затқа енді шу деп айтамайсың да, жақын деп көрсете алмайсың. Яғни бұл мен шуны былайша жақын манда қолдана беруге болады. Так, келесі диалогтарды өтеміз бүгін. Диалогтар. Мына жерге бір диалог берген, біз уже оқи аламыз. Али, Ахмет екеуінің арасындағы диалог. Али: Merhaba Ahmet. Merhaba Ahmet. Мен Х деген негізінде олар көбінесе айтпайды. Ахмет. Яғни демалған сияқты Х деген бір өзгеше шығады. Х деп айта береміз ғой енді біз. Бірақ Ахмет деп айта берсеңіз де ол қате емес.
Merhaba. Merhaba деген сол үшін шыққан. Merhaba. Х онша оқылмайды. Merhaba Ahmet деп айтады олар. Merhaba Ahmet. Merhaba Ahmet. Оқи берейік. Merhaba Ali. Nasılsın? Как дела деген сөз деп қойды. Қалайсың, иә? Қалайсың? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Рахмет. Жақсымын. İyi деген сөзден шыққан түбірі. İyiyim. Sen nasılsın? Sen қалайсың? Ben de iyiyim. Yani осыны үйренеміз. Негізі қазіргі заманауи күшті кітаптарда осы бір диалогты мынау. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? деген бір-екі сөзді апта бойы өтеді ғой негізі курстарда. Керек деп ойламаймын. Günaydın. Біз давайте енді андай кездескен кезде сәлемдесудің түрлерінде өтеміз. Яғни қай кезде қалай амандасады. Көбінесе Турцияға барғанда естисіз. Günaydın, günaydın. Таң азанымен günaydınнан басталады күн. Günaydın. Ой, сызылып кете береді оны. Günaydın. İyi günler. Көбінесе қоштасқан кезде қолданылады. İyi günler. Бұл қоштасқанда қолданылады. Қоштасқанда. Günaydın дегеніміз бұл таңертең қолданылады. Таңертең. İyi akşamlar дегеніміз кешке қолданылады. Міне iyi akşamlar, iyi günler, günaydın. Қоштасқанда iyi günler, iyi günler, яғни рахмет, teşekkür ederim, iyi günler деп кететін ситуацияны көп кездестіресің. Магазиннен шыққан кезде де, кірген кезде де осы сөздерді көп қолданып жатады. Турцияға барғанда кез келген неге заведенияға кірсеңіз, günaydınнан басталады. Günaydın, günaydın, nasıl yardımcı olabilirim деген сияқты. Рахмет айтқаннан кейін міндетті түрде iyi günler деген сөзді айтылады. Көп естисіз. Teşekkür ederim, iyi günler деп қоштасады. Күніңіз жақсы өтсін деген сияқты. Келесі мына жерде iyi geceler, түнде қайырлы түнді білдіреді. Қайырлы түн дегенді білдіреді. İyi geceler. Бұны да көп естисіз. Көп қолданыстағы сөз. Hoşça kalın, hoşça kalın. Бұл да қоштасқан кездегі қолданылатын фраза болып табылады. Hoşça kalın. Яғни хош деген сөз жақсы деген сөзден шыққан. Хош. Жақсы болып, жақсы қалыңыз деген сияқты. Кәршіде де естуге болады, осылай айтылады ғой, мағынасы. Яғни жақсы қалыңыз, жақсы тұрыңыз деген сияқты солай. Күніңіз жақсы өтсін. Бізде енді қазақшада көп естімеймін, сол себепті де бір қызық болып естілуі мүмкін сізге де. Güle-güle деген. Güle-güle, яғни бұл жерде де қоштасқанда қолданылады. Бұны да жиі кездестіруге болады, бірақ көбінесе hoşça kalın, iyi günlerді көп қолданылады. Онда өтілген сабақтардың уже тізімі бар. Merhaba'ны білесіз, сәлеметсіз бе? Nasılsın? Қалайсың? Teşekkür ederim, рахмет. Günaydın, қайырлы таң. İyi günler, қайырлы күн. İyi akşamlar, қайырлы кеш. İyi geceler, қайырлы түн. Hoşça kalın деген. Деніңіз сау болсын, жақсы, сау болыңыз деген сияқты. Сау болыңыз, иә. Сау болың деп те айтады олар. Güle-güle, яғни жақсы, қош болыңыз, сау болыңызды білдіреді. Güle-güle. Яғни көңіліңіз жарқын болып кетсін деген сияқты мағынада
колдонулушу мүмкүн. Осулай. Тыңдагандарыңызга рахмет. Келесі сабақтарда кездескенче.